Жалпы манағы ауданды анықтаудың ары қарай жалғастыра берейін. Түрлері. Графикалық түрін түсіндіріп жатырған едім. Соған назар аударсаңыздар, графикалық әдісте манағы үшбұрыштың ауданын анықтау арқылы, яғни табанын биіктігіне көбейтіп, және оны мына жерден көрсетейін қазір. Табанын биіктігіне көбейтіп отырып, және оны екіге бөлу. Табаны дегенді мана түсіндіріп кеттім. Ол үшбұрыштың ең ұзын қабырғасы. Биіктігі дегеніміз сол үшбұрышқа қарама-қарсы орналасқан нүктенің табанға перпендикуляр түскен ұзындығы, кескін. Ол перпендикуляр деген сөз табан мен биіктіктің арасында 90 градустың түсуі. Түсінікті ғой да? Үшбұрыштың ауданын анықтау формуласын еске түсіріп жатырмын сіздерге. Осындай қарапайым фигураларға бөлу арқылы нүктенің, учаскенің ауданын анықтайды. Енді тағы бір түрі ауданды анықтаудың ол механикалық әдіспен. Аты айтып тұрғандай, механикалық әдіс дегеніміз ол арнайы құралмен. Бұлда да план және картаның көмегімен жасалады. План және картадағы учаскенің үстіне планиметр құралын қою арқылы. Планиметр құралының барлық құрылысы осы слайдтан көріп тұрсыздар, және ол мына слайдтарды мен сіздердің Платонус бағдарламасындағы оқу материалдарыңызға салып қоямын. Сонымен таныса аласыздар. Планиметр дегеніміз ол манағы карта немесе планнан ауданды анықтау үшін арналған құрал. Оның қазіргі кезде жаңа түрі шығып жатыр, яғни сандық планиметр, Planix 5-6 құрылысымен де танысып өтулеріңізге болады. Бұл жалпы мына слайдтарда сол Planix 5-тің жұмыс жасау клавиштерінің қызметтері көрсетілген. Электрондық планиметр тұрақты тоқпен де, айналмалы тоқпен де жұмыс жасай береді. Сонымен қатар, осы ауданды анықтауда бізде электрондық тахиометрдің ішінде ауданды анықтау бағдарламасы бар. Осы неге байланысты, бүгінгі сабақ, жаңа сабаққа байланысты қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті ма? Түсінікті, апай.